Ал қыздар қараңдар, мынандай есеп таны айтқам сендер, x-тің n дәрежесі минус y-тің n дәрежесі, ол x минус y, x-тің n плюс 1 дәрежесі плюс x-тің n минус, минус 2 y плюс сөйтіп кете береді. Ең соңында y-тің n минус 1 дәрежесі деген формула айтқам сендерге. Мысалы x-тің мынаны айтатын болсақ, ол x минус 1, x-тің n минус 1 плюс x-тің n минус 2 плюс x-тің n минус 3 сөйтіп кете береді. Ең соңында 1 қалады. Мысалға 5-тің n дәрежесі минус 1 дегенде 5 минус 1, 5-тің n минус 1 дәрежесі плюс 5-тің n минус 2 дәрежесі плюс сөйтіп кете береді де, ең соңында 1 қалады. Мысалға 5-тің 6 дәрежесі минус 1 деген ол 5 минус 1, 5-тің 5 дәрежесі плюс 5-тің 4 дәрежесі плюс 5-тің 3 дәрежесі плюс 5-тің 2 дәрежесі плюс 5-тің 1 дәрежесі плюс 1 ғана қалады. Өйткені мынау 5-тің 0 дәрежесі. Или мына 1-ді айтсақ болады. Осылай жазуға болады. Потом бізде а квадрат плюс б квадрат деген формула жоқ. А-ның 4 дәрежесі, б-ның 4 дәрежесі, а-ның 6 дәрежесі, б-ның 6 дәрежесі деген формулалар жоқ. Сондықтан мұндайды шығармаймыз. Бірақ а-ның 3 дәрежесі плюс б-ның 3 дәрежесі деген а плюс б, а квадрат минус аб плюс б квадрат деген формула бар. Значит, а-ның 5 дәрежесі плюс б-ның 5 дәрежесі ол а плюс б, а-ның 4 дәрежесі минус а-ның 3 дәрежесі б плюс а-ның 2 дәрежесі б-ның 2 дәрежесі минус а б куб плюс б-ның 4 дәрежесі деп ашылады. Значит, а-ның 2n плюс 1 дәрежесі, 2n плюс 1 дегеніміз n-нің орнына, n дегеніміз натурал сан, 1-ді қойсақ 3 шығады, 2-ні қойсақ 5 шығады, 3-ті қойсақ 7 шығады, 4-ті қойсақ 9 шығады деген сияқты ылғи тақ сандар мынау. Значит, мынау орындалады деген сөз. b-ның 2n плюс 1 деген формуласы а плюс б, а-ның 2n плюс а-ның 2n минус 1 б плюс, қой, мынарда минус, плюс минус деп қайталанады. Көрдіңдер, кубта да. А-ның 2n минус 2 б квадрат минус а-ның 2n минус 3 б куб плюс деп сөйтіп кете береді. Ең соңында мынарда плюс болып тұр, значит плюс b-ның 2n дәрежесі болады. Мына жерде мысалы 7-нің n дәрежесі минус 1 6-ға бөлінетін дәлді дейді. 3 нүкте қойса ол обязательно бөлінеді деген сөз. 7-нің n дәрежесі минус 1 тең 7-нің минус 1 формулада x-тің n минус 1 деген формула қойсақ, x минус 1 келесі 7-нің n минус 1 дәрежесі, x-тің n минус 1 дәрежесі плюс 7-нің n минус 2 дәрежесі плюс деп сөйтіп кете береді, ең соңында 1 қалады. Мынадан 7-тен 1-ді алсаң 6 қалады. Значит, бұл дегеніміз 6 көбейтілген мына үлкен крокодил жақша. Значит, бұны 6-ға бөлуге болады. Өйткені мына 6-ға бөлсек, мынау бөлінеді. Бізде мысалы 7 жердегі 8-ің 7-ге бөлінеді. Өйткені мынау қысат көтеді. 56 болған сан 8 шығады. Сондықтан любой көбейткіштердің біреуіне бөлінсе, значит, полностью бөлінеді. 56-ға да 56 да 7-ге бөлінеді деген сөз. Мысалға 2-нің 4n минус 1 дәрежесі дегеніміз ол 2-нің 4 сыртында n дәрежесі деп жазуға болады. Өйткені мына дәрежелер көбейтіледі. Значит, 16-ның n дәрежесі минус 1. Ол болады 16 минус 1. Мынау
16'nın n minus 1 derecesi plus 16'nın n minus 2 derecesi сөйтіп кете береді. Ең соңында 1 болады. Мынадан 15 шығады. Значит, мына жерде бізде айтып тұр, мына есепте 15-ке бөлінетін дәлде деп. Значит, мынау 15-ке бөлінеді, өйткені мына бірінші жақшасы 15-ке бөлініп тұр. Енді қараңдар. Px тең x куб плюс x квадрат минус 19x плюс 5 дейді. Осы қандай екі мүшеге бөлінеді дейді. X минус a десе, осыған бөлінетіні. A-ның орнына мәндерін қойған кезде 0 шығып қалса, безу теоремасы бойынша. Безуда қалай? Мынаны x минус a-ны 0-ге теңестіріп, x тең a деп, a-ның орнына, x-ның орнына a-ларды қойып шықсақ, 0 шықпаса, значит, мынаған қалдықсыз бөлінеді деген сөз. Қандай да бір сан шықпаса, сол қалдық болады деген сөз. Мысалы қараңдар. Мынада бітеміз. Мынаның алдында 1 деген сан тұр. Онда қорықпай 5-тің бөлгіштерін жазамыз. Плюс минус 1 және плюс минус 5. Безу теоремасы бойынша бірінші 1-ді қойып көремін. Мынау 1, потом 1-дің кубы плюс 1-дің квадраты минус 19 көбейту 1 плюс 5. Мынау 1 плюс 1 минус 19 плюс 5. 7 тең болады минус 12. Значит, мынаны 1-ді қойып көрдік x-тің орнына. Мынада x тең a деген сияқты. Значит, x минус 1-ге бөлсеңдер, a-ның орнына 1-ді қойсақ, x минус 1-ге бөлсеңдер, онда қалдық минус 12 шығады екен, бұрыштап бөлсіңдер. P тең минус 1-ді қойып көреміз енді бөлшегінде, бөлгіштердің. 1 көбейту минус 1-дің кубы плюс минус 1-дің квадраты минус 19 көбейту минус 1 плюс 5. Мынадан шығады минус 1, мына жерден шығады плюс 1, минус 19, плюс 19 болып кетеді, минус 5. 20, 20-дан алтын алсақ, 24 шығады. Значит, x плюс 1-ге бөліп тастасақ, мына көп мүшені қалдық 24 шығады екен. Безу теоремасы бойынша орындарына қойып көрдік. Енді p тең 5-ті қойып көрем келесі. 1-ді жазбай қойын енді, 5-тің кубы плюс 5-тің квадраты минус 19 көбейту 5 плюс 5. Мынаны көбейтсек 125 болады, плюс 25 плюс 95 плюс 5. Мынадан 100 болады, мынаны қосақ 125 шығады. Мынада минус 95 ғой. Минус 95. Мынаны қостық 30. Мынаны қостық 155, 60-таймыз, короче, 155, 150-ден 90, 60 шығады. Значит, қалдық 60 шығады деген сөз. X минус 5-ке бөлсек. Мынада плюс 5 тұрса, онда минус 5 деп жазамыз, потому что аны мына жерге қоямыз. X тең 5 деп алып тұрмыз. Келесі P тең минус 5-ті қойып көрейік. Минус 125 болады. Мында қойсақ просто 25 болады. Мында қойсақ минус 19-ға минус 5 плюс 95 болады, плюс 5 тең 0 шығады. Во, мынау 0 шықты ма, қалдық 0. Безу теоремасымен көрдік, мынаны бәрін қойып. Значит, x куб плюс x квадрат минус 19x плюс 5-ті біз x плюс 5-ке бөледі екенбіз. Мынада минус 5 тұрса, минус 5 мында тұрғанбыз. Теңдіктің былай шығарамыз. X минус a болып тұрса, минус 5 тұрғанда x плюс 5 болады. Значит, x квадраттан берсек, x куб плюс 5x квадрат, алып тастасақ минус 4x квадрат минус 19x, минус 4-тен берсек, 4x-тен берсек, минус 4x квадрат минус 20x болады, алып тастасақ. Мынада x қалады, плюс 5 қалады. Значит, плюс 1-ден береміз. Міне, бөлінді. Бұны белгісіз коэффициенттер, бұны негізі рационал коэффициенттер арқылы шығару деп атайды. Енді fx тең 2x куб минус 5x квадрат минус 4x
plus 3 болды. Мына жерде енді 1 деген сан емес, басқа сан болса, қалай табамыз? Бірінші мына бос мүшесін тауып аламыз. 3-тің бөлгіштері плюс минус 1, плюс минус 3. Потом былай істейміз. 2-ні 3-тің астына жазып көреміз де. Мынаны. 3-тің бөлгіштердің астына жазасың. Значит, келесілері былай болады екен. Мынаның астына жазсақ 2-ні. Плюс минус 2-ден 1. 3-ті жазып қажет жоқ уже. Бөлгіштер жазып. Бөлгіштер. Мынаның астына қойсақ плюс минус 2-ден 3 екен. 1-ді қойып көреміз. Минус 1-ді қойып көреміз. 3-ті қойып көреміз. Минус 3-ті қойып көреміз. 0-ге тең болмай жатыр әлі. Но мен уже дайын есепті айтып тұрмын да. Потом 2-ден 1-ді қойып көрейік. 2-ден 1-ді қойып көрейік. Значит, f 2-ден 1-ді қойсақ, 2 көбейту 2-ден 1-дің кубы 8-ден 1, минус 5 көбейтілген 4-ден 1, минус 4 көбейтіліп 2-ден 1, плюс 3. Нардан шығады 4-ден 1, мына жерден шығады 4-ден 5, мына жерден 2-ден 4, плюс 3. Мына екеуі бір-бірін алынып кетеді, минус 1 қалады. Мына жерде минус 2 қалады, плюс 3 тең 0. Значит, 2х куб минус 5х квадрат минус 4х плюс 3-ті х. Бізде 2-ден 1-ге тең болды. Значит, минус 2-ден 1 дейміз. 0,5-ке бөлсек, қалдық 0 шығады екен. Значит, біз қайтадан айтайын, нарада 3-ті бөлгіштерін жаздық. Ол плюс минус 1 мен мынау шықты. Потом просто 2-ні наған бөле салдым, бұлай болып қалды. Потом мынаны 2-ке бөле салдым, бұлай болып қалды. Осылардың бәрін тексеріп көресің, қайсысы 0 шығады, значит, сол бөлінеді деген сөз. Түсінікті болды ма? Бұл тақырыбымыз бізде. Бұл тақырыбымыз рационал түбірлер арқылы теорема деген сөз.